Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Міне бүгін кезекті онлайн вебинар бөлмесінде кездесіп отырық. Сондықтан барлықтарыңызды соңғы жаңалықтармен бөліскім келеді. Кішкене сосын соңғы бізде қосымша қосылған бизнес инструмент құралдарына тоқталғым келеді. Сондықтан бүгінгі вебинарда алғашқы рет қосылып отқан адам болса, немесе жаңадан бизнесті бастап жатқан адамдар болса, бір санмен белгі берулеріңізді сұраймын. Арамызда жаңадан келген адамдар бар ма екен? Бір санмен белгі беріңіздер. Жанар бар екен. Өте қуаныштымын. Екіншіден сізді құттықтағым келеді. Бірінші рет қатысып отқан адамдарда. Бүгінгі жаңалық, бүгінгі тақырып негізі өте қомақты. Сондықтан барлықтарыңызға зейін қойып тыңдауларыңызды сұраймын. Бүкіл ойларыңыздың бәрін осы бүгінгі тақырыпқа бөліңіздер. Сондықтан барымша бүгінгі тақырып бойынша сіздерге түсіндіріп, үлкен ақпарат беруге тырысамын. Енді біздің жаңадан келген адамдар болса, осы бүгінгі ақпарат сіздерге арналады. Сондықтан мұқият тыңдап алыңыздар. Біздің негізгі бағдарымызды білесіздер, жаңа экономикалық эволюция екен. Сондықтан осы тұрғыда біз қандай жұмыстар, қандай шаралар, қандай бизнес көздерін ашып жұмыс істеп жатқанымыз жайында бүгін сіздермен бөлісеміз. Енді өзіме тоқталатын болсам, менің есімім Батырқожа болады, фамилиям Нұрмұханов. Осы жерде біздің серіктестік бағдарламасы бойынша топ менеджермін, және осы жерде мен қомақты инвестордың бірімін. Өзім мастер профи тренинг түлегімін, және Жезқазған қаласындағы аймақтық кеңсенің өкілімін. Қазіргі таңда дұрыс естілмей жатыр ма? Қазіргі таңда мен қазір Нұр-Сұлтан қаласындамын. Бізде қазір Югейн бағдарламасы бойынша оқулар өтіп жатыр, соған келгем. Сондықтан міне сіздерге Астана қаласынан осы бүгінгі онлайн вебинар жүргізіп отырмын. Қысқаша осы енді келесі кестеге тоқталайық. Бізде сабақтар әрдайым өтіп отырады. Сағат кешкі 8-де бір күні қазақша өтсе, екінші күні орысша өтіп отырады. Және осындай бізде кабинеттерде оқу ақпарат беріліп отырады. Енді бүгінгі тоқталатын тақырыбымыз Югейн бағдарламасы бойынша тоқталам. Дата майнинг, дата майнингпен цифрланған сыңарымыз туралы тоқталам. Одан кейін бізде 3 құрамнан тұратын дата майнинг, цифрланған сыңарымыз және ақылды маркетплейс деген 3 тақырыпқа тоқталамыз қысқаша. Сосын бұл жерде біздің осы бағдарлама бойынша осы қосымша бизнес құралдарын алу үшін сіз VIP-клубтың мүшесі болуыңыз керек. Сіз VIP-клубтың мүшесі болсаңыз ғана осы бизнес бағдарламасына қол жетімді боласыздар. Енді қысқаша мен тоқталып кетейін, дата майнинг дегеніміз не екен? Дата майнинг дегеніміз ол сіздердің әлеуметтік желілеріңізді ұлғайтып отырады. Егер де сіз бүгінгі таңда дата майнингті қосылатын болсаңыз, бізде қазіргі таңда LinkedIn деген Американың чатында отырмыз. LinkedIn деген. Әзірге сол ғана чат қосылып отыр. Сіз дата майнинг алу арқылы соны LinkedIn-ді жүктегеннен кейін соған сіз дата майнингті қосасыз. Дата майнинг дегеніміз ол ақылды технология. Не деп айтамыз ғой? Искусственный интеллект деп. Оның мақсаты қандай? Оның мақсаты сіздердің әлеуметтік желілеріңізге, сіздің орныңызға адамдарды шақыру арқылы сіздің әлеуметтік желіңізді ұлғайтып көбейтіп отырады. Егер мен өзіме тоқталатын болсам, мен осы дата майнингті бірінші алғашқы сатылым болғанда алғанмен, кейін мен өзім бір айдан кейін ғана қосылдым. Осы Нұр-Сұлтан қаласына келердің алдында 26-27
айдың аяғында қосылған, менде қолмен қосылған 57 адамдай болды. Қазіргі таңда менде 500 адамнан асып кетті. Оның бәрін осы дата майнинг қосып отыр. Дата майнинг деген сөз, майнинг деген сөз қосу, көбейту деген мағына береді. Сондықтан егер де келешекте сіздер өздеріңіздің тағы да қосымша бизнес құралдарын алып табыс көзін көреміз десеңіздер, онда сіздерге міндетті түрде осы дата майнингті қосуларыңыз керек. Дата майнингті LinkedIn жүйесіне, әлеуметтік желісіне қосу арқылы сіздер өзіңіздің қатарыңызды көбейте аласыздар. Ол дегеніміз не? Ол келешекте сізге табыс көзін әкеледі деген сөз. Егер сіздің адамдарыңыз көбейген кезде біздің компания сізден оны жалға алуы мүмкін. Жалға өткізу арқылы сіз қосымша табыс көзін көресіз. Келешекте қандай да бір товар көздері өтетін болса, сіздің әлеуметтік желі арқылы, онда тағы қосымша пайыз табыс көздерін көріп отырасыздар. Мына жерде цифрланған сыңарымыз деп айтып отырық қой. Оның мақсаты осы дата майнингтан кейін келесі тұрған жоба бұл цифрланған сыңарымыз. Бұның жұмысы қандай? Дата майнинг адамның санын көбейткеннен кейін сыңарланған біздің сыңарымыздың жұмысы сол адамдармен жұмыс істей бастайды. Ол адамдардың аккаунттарына кіріп, оларды зерттеп, кім қандай адам қандай ізденісте жүргенін табу арқылы қандай да бір адам қандай да бір товар алғысы келеді, немесе қандай да бір адам бизнес көздерін іздеп жүрсе, егер мысалға алсақ, ол адам қандай да бір бизнеспен айналғысы келетін болса, онда біздің цифрланған сыңарымыз ол адамға сөйлесу арқылы, онымен жақсы қарым-қатынаста болу арқылы дайындап әкеліп, оған айтады, егер сіз қандай да бір бизнес көзін іздеп жүрсеңіз, бізде ондай шешім бар дейді. Сосын алып, біздегі болып жатқан онлайн вебинарлардың болмаса, біздегі осы біздің бизнеске байланысты ақпарат құралдарын, материалдарын сол адамға жіберу арқылы таныстырады. Егер де ол адам соны зерттеу арқылы келешекте осы бизнеспен айналысатын болса, онда сіздің цифрланған сыңарыңыз сіздің ссылкаңызды жіберу арқылы референсіңізді сіздің артыңыздан тіркейді. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз цифрланған сыңарымыз біз үшін жұмыс істейді деген сөз. Ол сізден айлық сұрамайды, ұйқы сұрамайды, тамақ сұрамайды. Сондықтан сіз ұйықтап жатсаңыз да, ол адам сіз үшін жұмыс істейді. Келешекте осындай мүмкіндіктер туады. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз осыған дейін дүние жүзінде бірде-бір бұндай жоба іске аспаған. Біз бірінші болып осы жобаны іске асырып отырық. Екінші жағынан жүйелі бизнеспен айналысатын адамдарға бұл шексіз табыс көзі деп мен ойлаймын. Неге десеңіз, өмірде біз білеміз де, жүйелі бизнесте көп адамдар ұялады, немесе бірнеше адам айтқаннан кейін олар тауын қайтарса, олар ары қарай жұмыс істегісі келмей қалады. Мына цифрланған сыңарымыз, бұда эмоция жоқ, бұл барлық тілде сөйлей алады. Қандай да бір адам шақырғанда келмесе, келесі адаммен бұл сөйлесе береді тоқтамастан. Сондықтан бұны келешекте сіздің табысыңызды өсіруге үлкен жұмыс атқарады деген сөз. Мына жерде көрсетілген әлеуметтік желілер тұр. Қазіргі таңда біз LinkedIn әлеуметтік желісін қосып отырсақ, келешекте бізде жобада тұрған ол Facebook әлеуметтік желісі. Одан кейін ВК, тағы басқа көптеген осы қай елде, қай мемлекетте қандай әлеуметтік желілер бар, соның бәрі біртіндеп қосылып отырады. Дата майнингтің негізгі мақсаты осы әлемдік бүкіл әлеуметтік желінің бәрін бір жерге жинастыру. Соны тоғыстыру арқылы келешекте біз өзіміздің қатарымызды көбейтеміз. Мына жерде көріп отырсыздар, қазіргі таңда біз таңғалмаймыз, бүкіл әлем таңертеңнен кешке шейін осы әлеуметтік желіде отырады. Бір-бірімен танысу арқылы, жолдастық бір-біріне жіберу арқылы, кім немен айналса, соның бәрі, осы бүкіл жұмыстың бәрі осы әлеуметтік желіде жүріп жатады. Енді мен қысқаша тоқталып кетсем, жаңа мен айтып кеттім ғой. Осы жақын арада бір жұмаға жетпейтін уақытта менің әлеуметтік желідегі LinkedIn-дағы 57 адамнан қазір 500 адамнан асып кетті. Дата майнинг өзі адамдарға өзі достыққа шақырып, адамдарды мен үшін тіркеп жатыр. Енді соңғы жаңалыққа қарасақ, негізі 5000-дай дата майнинг сатылған екен. Соның 50% ғана іске қосылған екен.
Соның өзінде 3.000 адамдай қазір іске қосқан өздерінің дата майнингтерін. Соның бүгінгі таңдағы манағы бізге қаншама адам әкелгені, осы аз уақыттың ішінде дата майнинг біздің қатарымызға 1.245.000 адам әкеліпті. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз келешекте біздің қатарымыз өте көп болады деген сөз. Ол бір ғана әлеуметтік желімен ғана осындай адам аз уақыттың ішінде бізге қосып отыр. Ертең бірнеше әлеуметтік желі қосылған кезде бұл жылдан біз өзіміздің қатарымызды көбейтетін боламыз. Енді мен барлықтарыңа айтарым, қазір дата майнингтің бағасы қазіргі таңда мына жерде басқа цена қазіргі таңда мына базовый $100 тұрады, семейный $150 тұрады, бизнес пакет ол $250 тұрады. Қазір үлкен промоушен болып жатыр. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мына үлкен промоушенға байланысты осы сентябрьдің аяғына дейін баға өсірілмейді. Жаңа айтып кеткен базовый $100 болады, семейный $150 болады, бизнес пакет $250 болады. Сіздер адамдарды шақыру арқылы осы дата майнинг жобасына сіздер келешекте мынандай бізде үлкен сыйлықтар бар. Соларға ие бола аласыздар. Ноутбук та бар бұл жерде, манағы Андрей Хабаратовпен кездесуде бар, смартфон да бар бұл жерде, веб-камера да бар. Сонымен қоса сіздерге 1000 криптонет балын сіздерге сыйға береді. Сондықтан 1 сентябрь мен 30 сентябрьдің аяғына дейін үлкен осындай промоушен жүріп жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға осы дата майнингті алуларыңызды сұраймын. Себебі сіз қандай да бір осы пакетті алатын болсаңыз, базовый болсын, семейный болсын, болмаса манағы бизнес пакет болсын, сіз өміріңізде бір-ақ рет қана аласыз, лицензияны сатып аласыз. Сол арқылы сіз бүкіл өміріңізде осыны қолдану арқылы табыс көзін көре аласыздар. Және сонымен қатар өзіңізбен қатар семьяңыздағы адамдарды осы жобаға қоса аласыз. Сондықтан олардың әлеуметтік желісін көбейту арқылы келешекте жанұяларыңызбен табыс көзін табуға мүмкіндік береді. Сондықтан барлықтарыңызға мен сұрайтыным, осы мүмкіндікті пайдаланып, сентябрьдің аяғына дейін баға түсіп тұр, соны пайдаланып алып алсаңыздар, сіз бір-ақ рет төлейсіз, өмірлікке осы лицензияны алып алып, осы жобада жұмыс істейсіз. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз сіздің портфельден бөлек тағы қосымша инвестиционный құрал алып отырсыз, бизнес құралын алып отырсыз. Ол ертең сіздің табысыңызға қосымша табыс болып есептелінеді. Сондықтан барлықтарыңызға қазір мүмкіндік болса, міне қазір мына жердегі бағаны көріп тұрсыздар, осыдан қазір төмен баға. Сондықтан сол мүмкіндікті пайдаланып алып қалуыңызды сұраймын. Міне жерде көрсетілген ғой дата майнингтардың. Басында негізі бізге айтқан дата майнингта 1 миллион адам майнер болады деп. Майнер дегеніміз манағы әлеуметтік желіні көбейту, ұлғайту деген сөз. Одан кейін бізде 500.000 адам болады деді. Қазіргі таңда біз алға мақсат қойып отырық, 100.000 адам ғана бізде майнер болады деп. 100.000 адамға осы мүмкіндік беріледі. Дата майнинг қана сатылады. Енді мұны соңғы жаңалықтарға қарап отырсақ, біздің қатарымыз күн сайын көбейіп келе жатыр. Біз алғашқы осы жоба жіберілгенде 12 күннің ішінде 600 адам қосқанбыз. Қазір біздің қатарымыз 1.245 адам болып отыр. Сондықтан 100.000-ның қатары кейін тағы да қысқартылуы мүмкін. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып, қосымша бизнес құралын алып қалуларыңыз керек. Одан кейін тоқталатын тағы бір бизнес көзі, ол Ugain деген жаңа жоба бізде іске қосылайын деп отыр. Бұл дегеніміз манағы тұтынушылармен бизнесмендердің арасындағы қарым-қатынас, осы сауда жүйесіндегі бір тиімді қарым-қатынас болып есептелінеді. Себебі осы жүйе арқылы тұтынушы да ұтады, кәсіпкер де ұтады. Сондықтан осы кәсіпкер мен тұтынушы арасындағы өте бір жақсы қарым-қатынас. Тұтынушы өзі тұтыну арқылы, кәсіпкер өзінің бизнесін жылжыту арқылы, бұл жерде екі жақта осы жоба арқылы ұтып отырады. Сондықтан бұл жобаға көп тоқталмаймын. Қазір бізде офлайн оқу жүріп жатыр. Міне қазір жаңа сағат 10-да Нұр-Сұлтан қаласында осы жоба жайында оқу басталды.
мен өзім осы Астанаға осы Югейн жобасына үйрену үшін, осыны оқу үшін келіп отырмын. Сағат 4-те екінші мана бөлім болады, оқу, соған мен қатысам. Бұдан бұрын Алматыда өтті, одан кейін Атырау қаласында өтті. Осы Нұрсұлтан қаласынан өткеннен кейін келешекте біз Шымкент қаласында өткіземіз деп отырмыз. Бұл жаңа жоба болғаннан кейін біз қазір осы жобаны түсініп, біліп алу үшін қазір осы оқу құралдарын пайдалану арқылы біз осыны үйреніп жатырмыз. Бұның болашақта тиімділігі өте үлкен. Сондықтан қазір қалаларыңызда осындай оқу болатын болса, міндетті түрде қатысыңыздар. Бұл мана айтып отырып қой. Бұл Югейн жобасы манағы өзіңіздің мана телефоныңызға жүктеп алуыңызға болады. И қандай да бір осы жобадағы бизнес саласы болса, соған келу арқылы өзіңіздің кодыңызды көрсетесіз, сол арқылы сізге міндетті түрде жеңілдік беріледі. Ол жеңілдіктер берілген әр салада қандай бизнес көздері бізде болатын болса, соның бәріне сіз жеңілдіктер алу арқылы және осы жобаны басқа да адамдарға айту арқылы сіз қосымша табыс көздерін көре аласыздар. Кешбек деп айтамыз ғой, әрбір қандай да бір бизнес көзін қолдану арқылы сіз жеңілдікке ие боласыз, және адамдарға айту арқылы сіз тағы да осы өзіңіздің осы жоба бойынша жеңілдіктермен және қосымша ақша табыс көздерін көре аласыздар. Енді мына жерде көріп отырсыздар ғой, мына Югейннің қандай бизнес көздерін беретінін. Бір жағынан бұл бизнес көзі кәсіпкерлер үшін жарнамаға деген қосымша өздерінің қосымша ақшаларын үнемдеуге мүмкіндік береді. Оның өзі 5-20%-ке дейін жеңілдіктер беру мүмкін. Екінші бұл жерде бизнесмендермен келісу арқылы олардың клиенттік басын тұтынушыларын көбейтуге болады. Сосын екінші жағы бұл жерде кәсіпкер егер бұл жүйені іске қосатын болса, ол өзінің жұмысын көріп отырады. Мына жоба оның жұмысын көрсетіп отырады. Сондықтан қандай да бір адамдарға қызмет көрсетілетін болса, сол қызмет көзі қандай түрде өткен, жақсы өтті ме, жаман өтті ме, бұл жерде соны бағалап отырады. Сондықтан әрдайым осы жүйе арқылы кәсіпкер өзінің жұмысын бақылау арқылы жұмысын арттырып отырады. Қандай да бір кемшіліктер болса, соны уақытында түзеу арқылы бұл өзінің жұмысын ары қарай дамыта алады. Сосын бұл жердегі тағы да қосымша қайталану. Егерде бұл жердегі жоба бойынша жақсы жұмыс істелетін болса, тұтынушылар қайта келу арқылы бұл жерде өзінің сатылымдарын көбейтіп отырады. Сосын бұл жоба қазіргі таңда қосылғанда бірінші 10 мемлекетте қосылады, соның ішінде біздің Қазақстанда қосылады. Одан кейін бүкіл әлем бойынша бұл жоба бәріне тиімді болады. Себебі сіз осы жобада болсаңыз, сізде ешқандай шекара болмайды. Сіз осы Қазақстанда қолдану арқылы қандай да бір жеңілдіктер алып өзіңізге жиындар істеп қойсаңыз, келесі бір мемлекетке барсаңыз да, сондағы сіздің жобадағы сол мүмкіндікті, сондағы жиналған ақшаны сіз басқа бір мемлекетте соны жеңілдікке қолдана аласыз. Сондықтан бұл жерде ешқандай шекара жоқ. Осы жоба арқылы қай мемлекетке барсаңыз да сол жүйе бойынша жеңілдіктер аласыз, және сол жиналған ақшаны сіз қандай да бір мемлекетке бару арқылы, сол ақшаны қолдану арқылы сіз оны жұмсай аласыз. Сондықтан бұл жерде үлкен мүмкіндік береді сіздерге. Сондықтан бұнда бір үлкен бизнес көзі деп қарап, зерттеп, осыны келешекте осы жобаны үйреніп алып, өздеріңізге іске қосуға барлықтарыңызға мен тілеймін. Үйреніп алып, осыны жобаны қосып пайдалануларыңызға. Неге десеңіз, сіздерге ертең тұтынушы ретінде үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлерге де үлкен мүмкіндік береді. Мысалға айтсам, например, қандай да бір кәсіпкер өзінің клиенттік басын осы жүйеге тіркейтін болса, ол өзінің бизнесіне келген тұтынушылар арқылы табыс көзін көретін болса, және бұл тұтынушылар басқа да бір кәсіпкерлердің саудасынан барып сауда істейтін болса, сол жердегі істелген саудадан да мына кәсіпкер қандай да бір пайыз табыс көзін көріп отырады. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз конкуренция жоқ деген сөз. Бұл жобаға қосылған кәсіпкер оған бәрібір ол өзінің адамдарына, тұтынушыларына
ешқандай уайымдамайды. Себебі ол өзінен келіп товар алса да ол табыс көзін көреді. Басқа жерден барып осы жүйедегі бизнес көздерден барып товар алатын болса да, мана кәсіпкер ол жақтан да табыс көзін көріп отырады. Может, пайыздық тұрғыда өзінен алғаннан гөрі аз болатын шығар, но соның өзінде де қандай да бір пайда көріп отырады. Сондықтан әрбір предприниматель бұл жобаны түсінсе, ол осы жобаның өзіне тиімді екенін түсінеді. Тұтынушы ретінде бізге әрине тиімді. Неге десеңіз, бұл бүкіл әлем бойынша жұмыс істегеннен кейін, біз бүкіл әлем бойынша қандай да бір мемлекетке барсақ та, сол бизнес саласынан біз жеңілдік көре аламыз, және бізге жиналған манағы бонус ақшаларымызды қандай да бір мемлекетке барсақ та оны пайдалана аламыз. Сондықтан бұл жобаның болашағы өте үлкен. Енді келесі неге тақырыптың бағдарламасына тоқталып кетейін, ол біздің манағы портфель. Енді жаңадан келген адамдар болса, портфель деген сөзді түсінбеуі мүмкін. Портфель дегеніміз ол қандай да бір бағытта жұмыс істейтін бизнес көздерінің болашақта өте тиімді, болашақта сұраныста болатын және болашақта үлкен табыс көзіне келетін бизнес көздерінің бір жерге шоғырлануын біз портфель деп атаймыз. Сондықтан бізде үлкен портфель бар, осы нарықтық жобаның көптеген бағытында жұмыс істейтін. Өткен айда бізде 4 миллион 474 миллион болған өткен айда біздің портфельдің құны. Кеше 5-інде бізде үлкен жаңалық болды, үлкен вебинар. Сонда біздің қазір портфеліміздің құны 477 миллион 656 мың 210 долларға, яғни юнитке өскен. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз біздің бизнес көздері біздің портфельдегі ай сайын бізге өсім беріп отыр. Сол өсім арқылы біздің портфеліміздің құны айдан айға өсіп отыр. Өткен айда бізде бір айда 14 миллионға өссе, бұл айда 3,5 миллионға өсіп отыр. Ол дегеніміз біздің криптонит балының бағасын көтеріп отыр деген сөз. Енді қысқаша тоқталып кетсем, біздің портфель бірнеше бағытта біздер инвестиция істедік. Соның ішіндегі ең үлкені біз алтынға салып отырық, алтын өніміне. Себебі бұл жерде міне портфельде көріп отырсыздар, 382.533.420 бізде ол алтын болып есептеледі. Ең үлкен жоба Орал алтын деп атаймыз. Болашақта біз 860 тондай алтынды жер бетіне көтеруіміз керек. Сондықтан қазір үлкен жұмыстар істеліп жатыр, өндіріс орындары ашылғалы жатыр. Сондықтан келешекте бұл портфельден біз үлкен табыс көзін көреміз деген сөз. Одан кейін екінші орында тұрған бізде инновациялық транспорт. Бұл жерде 65 миллион 281 мың 084 біз осындай ақша осы инновациялық транспортқа салғанбыз. Инновациялық транспорт қазір өзі дамып жетіліп жатыр. Араб елінде бәріңіз де білесіздер. Егер жаңадан келгендер білмейтін болса, қазір Араб елінде Шаржа деген жерде үлкен инновационный центр салынып жатыр. Биылғы жылы адрестік жобалар басталу керек. Сонымен қатар бізде көптеген бизнес көздері бар. Біз 50-50 тең пайызды біз осы жерде егерміз. Сосын жылжымайтын мүліктер де бар. Мына портфельде көріп отқан бізде бірнеше салада осы бизнес көздеріне инвестиция істелінген. Сондықтан сіздер бүгінгі таңда біздің бизнеске келіп қосылатын болсаңыздар, осы үлкен портфельдің сіз егері бола аласыз. Келесі бір жаңалық, өте қуанышты жаңалық, ол 2 сентябрьде бізде ішкі биржамыз ашылды. Міне слайдта көріп отқандай көріп отырсыздар, мына жерде кабинет көрсетілген, кабинетте графикті көріп отырсыздар. Бұл жерде де айтып кететін болсақ, біз үлкен табыстарға жеттік. Себебі осы жердегі инвестициялық білімімізді арттыру арқылы біз қазір қарап отырсақ, бұл да бізге үлкен жаңалық, біздің адамдардың дайындықтарын, білімдерін осы жерде көрсете алады. Қазіргі таңда бізде 500 миллиондай босатылған криптонит балдары бар. Себебі біз білеміз, 330 күннен кейін бізде әрбір алынған пакетіміздің, оқу құралдарының криптонит балының көлемінің 1% ай сайын босатылып отырады. Қазіргі таңда бізде 500 миллиондай криптонит балының балы босатылған. Соның ішінде қазіргі ішкі биржаға шығып отқаны 5 миллион, сәл ғана 5 миллион асатын ғана көлемде шығып отыр. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз криптонитті балын тек қана 1% ғана адамдар сатқысы келеді деген сөз.
99% адамдар сатқысы келмейді. Бұл осы жердегі бізге беріп отқан білімнің біздің манағы инвестициялық санамыздың қалыптасуына байланысты адамдар бұның құндылығын білу арқылы көп адам қазір сатқысы келіп отырған жоқ. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Және осы жерде айта кететініміз, бізде көптеген адамдар осы жердегі білімінің артуына байланысты көбісі сату емес, көбісі осы биржадан сатып алып жатыр. Себебі қазір біз кабинет арқылы алатын болсақ, кабинеттің өзінде қазір оқу құралдарын арқылы біз оған криптовалют балын сыйға аламыз. Соның бағасы ең жоғарғы баға 29,9 цент болып есептелетін болса, 30 цент деп айтайық. И сонымен 20 центке дейін барады. Үлкен пакеттерді алатын болсаңыз, оқу құралдарын алатын болсаңыз, ол жерде көтерме баға ретінде, ол жердің бағасы төмен болғанда 20 центтен болады. Ал мына жерде қазір ішкі биржа арқылы сіз 8 цент, 10 центтен 2 есе, 2,5 есе арзан сатып алуларыңызға болады. Сондықтан біздің адамдардың қазіргі дайындығы мықты болғаннан кейін көп біздің әріптестеріміз сату емес, осы биржада бағаның түсуіне байланысты олар қосымша босатылған криптовалют балдарын сату арқылы өздерінің портфельдерін көбейтіп жатыр. Соның ішінде мен өзімді айтсам, өзім бірінші күні 250 долларға 5 центпен мен 5000-дай криптовалют сатып алдым. Одан кейін тағы 250-ге сатып алам деп қойғам, ешкім сатпайды. 6-ға көтердім, 7-ге көтердім. Кеше мен 8 долларға кеше баға түсті. 8 долларға сатып алу арқылы мен кеше сатып алдым. 265 долларға сатып алдым мен кеше. Сонда мен бас аяғы алғаным 3335 қана алдым. А мен бірінші күні 250-ге 5000 алғам. Сонда қарап отырсаңыз, екеуінің айырмашылығы 1655 криптовалюттың балына мен кем алып отырмын. Ол дегеніңіз не? Адамдардың білімінің жеткілігіне байланысты олар арзан сатпаймыз деп жоғары бағаны көтергеннен кейін мен қаншама айырмашылыққа ұтылып отырмын. Ол дегеніміз жақсы көрсеткіш. Сондықтан қазір сіздер жаңадан келіп атсаңыздар, сіздер де осы ішкі биржа арқылы қандай да бір көлемде ақшаларыңыз болса, бос ақшаларыңыз болса, сіз осы босаған криптовалют балдарын сатып алуларыңызға болады. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз сіз бір жыл күтпейсіз, қашан сізге 1%-тен босатылуын. Сіз оны сатып алу арқылы сол моментте, осы сентябрь айы бізде, осы айдың аяғына дейін бізде стейкинг деген бар кабинетте. Стейкинг дегеніміз депозит. Сіз өзіңіздің босаған криптовалют балдарын кабинетте қандай да бір пайызға қою арқылы сіз өзіңіздің криптовалют балдарын көбейтуіңізге мүмкіндік береді. Сол мүмкіндікті пайдалану арқылы біз өзіміздің портфелімізді ұлғайтып жатырмыз. А егер сіз бүгінгі таңда енді жаңа бизнеске қатысып жатсаңыз, сіз осы ішкі биржада қандай да бір көлемде ақшаға босатылған криптовалют балдарын сатып алып, оны осы жерде өзіңіздің кабинетіңізге стейкингке қоя аласыз. Және сіз қай уақытта, осы сентябрь айының ішінде, қазір міне айдың басы, ортасында аласыз ба, айдың аяғында аласыз ба, 29-ында алсаңыз да сатып, сіз соны ең үлкен пайыз 2,5%-ке қою арқылы сіз толықтай бір айға берілетін 2,5% қосымша өзіңіздің криптовалют балын көбейте аласыз. Бұл үлкен мүмкіндік. Сондықтан барлықтарыңызға мен берер кеңесім, қазір қандай да бір оқу құралдарын бөліп төлеуге ашып қойыңызға болады, және қандай да бір ақшаңызды осы жерден ішкі биржадан сату арқылы өзіңіздің портфеліңіздегі криптовалюттың балының көлемін көбейтуіңізге болады. Босатылған токендар сізге қандай мүмкіндік береді? Ертең біз осы октябрь айында үлкен биржаға шыққымыз келіп отыр. Сол кезде бастама баға $1 деп отыр. Сонда қазір сіз 10 центке сатып алсаңыз, бір ай 2 айдың көлемінде сіз оны 10 есеге көбейтіп сата да аласыз. Болмаса биржада өзіңіз тағы да қосымша стейкинг қою арқылы утилити токенмен, UNTB-мен тағы да табыс көзін көре аласыз. Сондықтан сіздерде қазір үлкен мүмкіндіктер бар. Ішкі биржадан криптовалют балдарын, босатылған балдарын сатып алып, оны стейкингке қою арқылы сіз осы сентябрь айында оның көлемін тағы көбейтуге. Енді бізде қазіргі таңда келетін болсақ, осы ішкі биржаның ашылуына байланысты бізде қазір осыдан кейін бізде үлкен биржа ашылып отыр. Үлкен биржа дегеніміз ол уже әлемдік биржа. Біздің осы криптовалют балы сыртқа
әлемдік айналымға сатылуға шығады. Соған байланысты бізде қазір үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Мына әлемдік биржаны ашуға. Мына ішкі биржа дегеніміз бұл әдейі арнайы осы біздің жобадағы серіктестерге көрсету үшін. Себебі көптеген адамдар биржада жұмыс істеп көрмеген, ешқандай тәжірибелері жоқ, даже бұлай көре де алмайды, көрмеген өмірінде. Сондықтан осы біздің жобадағы осы ішкі биржаны әдейі ұйымдастырып отыр. Осы графикті көру арқылы, қандай да бір криптовалют балдарын сату арқылы, немесе бұрынғы серіктестер өзінің қандай да бір босатылған криптовалют балдарын сату арқылы осы жерде кішкене үйренеді, көздерін үйретеді, еттерін үйретеді, сауда істеп үйренеді. Мен қарап отырсам, осы ашылғалы 5 күннің ішінде тек қана мен сатып алған жоқпын. Арасында мен арзан сатып алғанды, арасында кішкене шағын 8 центтен сатып алып, 9 центтен сатқандарым да бар. 9 центтен сатып, кішкене болса да айырмашылықты ұту арқылы, кейін ол түскен ақшаны қайттан 8-ден тағы сатып алып, сөйтіп бірнеше манағы мен өзім сауда істедім. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз мана осы жерде шағын сауда істеп үйрену деген сөз. Сондықтан біз осы ішкі биржаны ашу себебі біздің жобаның адамдарды осылай үйрету. Келешекте үлкен биржаға шыққанда оларда қандай да бір тәжірибе болу керек, қандай да бір түсінік болу керек. Соған бізге барлық мүмкіндіктерді жасап отыр. Сондықтан қазір бұрынғы серіктестер болса, қандай да бір босаған крипто балдарыңыз болса, криптовалюттың балдары көп емес, 50 болсын, 100 болсын, соны саудаға шығарып, арзан сатып, одан түскен ақшаға қымбат сатып, одан түскен ақшаға арзан сатып алып, мана рыноктағы баға өзгеріп отырады ғой. Неге десем, бұл рынок болғаннан кейін баға ойнайды. Арасында сұраныс пен манағы ұсыныс пен сұраныстың екеуінің айырмашылығына байланысты баға әрдайым ойнап отырады. Бірде түсіп кетеді, бірде көтеріліп кетеді. Сол екі ортада сіз ойнауыңызға болады. Арзан сатып алып, одан түскен ақшаға қымбат сатып беріп, қайтадан арзан сатып алып, соны көбейту арқылы сіз өзіңіздің криптовалют балдарын көбейтуге осы ішкі биржа мүмкіндік береді. Сондықтан қорықпай осы биржаға шығып, жайлап сауда істеуіңізге болады. Болмаса даже ешқандай да бір ұтылыс болмайды. Себебі қандай да бір бағамен сатып алсаңыз, ең болмаса сондай бағамен сату арқылы ешқандай өзгеріссіз сіз кішкене үйренуіңізге, тәжірибе жинауыңызға мүмкіндік береді. Бізде крипто кошелек қазір дайындалып жатыр. Осы үлкен биржаға шығу арқылы, ертең өздеріңізде кабинет арқылы сіз осы биржаға шыға аласыз. Şu жерден крипто кошелек алу арқылы әр адамның өзінде крипто кошелегі болады. Сол арқылы биржаға шығып кіре алады. Сол арқылы сіз ертең биржаға шыққанда өзіңіздің босаған криптовалют балдарын сіз стейкингқа жібере аласыз. Мына жерде міне көріп отқандай таблицада сол туралы айтылған. Сіз жіберу арқылы немесе босаған токендарыңызды биржаға шығарып сату арқылы осындай сауда істеуіңізге болады. Егер де қандай да бір рынокта бір қолайсыз жаңалықтар келіп, бір үлкен өзгеріс болатын болса, сіз тез арада өзіңіздің босаған токендарыңызды сата алмайсыз. Себебі сіз тек қана 72 сағаттан кейін сата аласыз. Ол не үшін істелініп отырған шара? Ол манағы біздегі бизнес жобасында айтып отыр ғой, бұл жерде инвестициядағы Андрей Федорович Қабыровтың 23 жылдық бұл жердегі тәжірибесі бар. Сондықтан бұл жерде бәрі ұйымдастырылған, бәрі ойластырылған. Себебі сіз қандай да бір үлкен рынокта өзгеріс болатын болса, қолайсыз жаңалықтарға байланысты, сіз тез сататын болсаңыз, сіз 72 сағат бойына сата алмайсыз. Себебі адамда манағы үлкен бір күйзеліс болған кездерде олар қандай да бір қолайсыз шешім қабылдау арқылы қолындағы активті сатып жіберуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде бәрі қарастырылған. 72 сағаттың ішінде қандай да бір рынокте болған үлкен өзгеріс болса да, ол 3 күннің ішінде қайттан орнына келеді. Сондықтан ойланбайтын шаралар қолданбау үшін әдейі осылай істеп қойған. Неге десеңіз, бұл біздің жағдайымызды ойлап отыр деген сөз. Енді блокчейнге келсек, сіздер бәріңіздер де білесіздер, блокчейннің не екенін. Цеп блоков дейді ғой. Блокчейннің ең бір жақсы жері, бұл жерде коррупция болмайды, әділсіздік болмайды, алдау болмайды. Бұл жерде қандай да бір толықтай осы жобадағы бүкіл тұтынушылар осы блокчейн арқылы бүкіл ақпаратты таза көріп отыра алады. Бұл жерде ешқандай өзгеріссіз түзету деген болмайды. Себебі бұл жерде блок жұмыс істеп отырады. Сосын соңғы кездегі біз қарап отырсақ, бәрімізде қазір енді жайлап
түсініп үйреніп келе жатырмық қой, көптеген цифровой активтер бар. Мана криптовалюта дейміз, барлықтарыңыз да білесіздер, алғашқы криптовалюта ол биткоин болып есептелінеді. Одан кейін мана эфириум дейді, литкоин дейді, монета атом дейді. Болмаса қазір соңғы кездерде Ripple өсіп жатыр. И соңғы кезде анализ істеп қарағанда, осы соңғы жылдары топ оның ішінен түспейтін алғашқы криптовалюталар жаңа айтылған криптовалюталар. Олар неге алғашқы 10 топта тұр дейді. Себебі олардың артында біреулерінде блокчейн болса, кейбіреулерінде биржа бар екен. Соның арқасында олар әрқашанда сұраныста екен. Енді біздің жобаны қарасақ, бізде өзіміздің блокчейніміз бар, енді өзіміздің биржамыз ашылып жатыр. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз біздің криптониттің болашағы өте үлкен деген сөз. Болашақта. Бізде блокчейн де өзіміздікі, биржа да өзіміздікі. Сондықтан болашақтағы бұл жобаның мүмкіндігі өте үлкен. Сондықтан алғашқы адамдар бүгін қатысып отқандар бұл жобаны үлкен мүмкіндік деп қарауларыңыз керек. Енді сіздер барлықтарыңыз да білесіздер, токен деген ол цифровой актив деп аталады. Қандай токендер болады? Например, біз өзіміздің криптонитті алсақ, бұл security токен болып аталады. Security токен дегеніміз ол акцияға жатады. Цифрланған акцияға жатады. Ол акция болғаннан кейін ол табыс көзіне келеді. Табыс көзін біз айттық, біз қайдан аламыз деп. Неге десеңіз, бұл криптониттің артында үлкен глобальный инвестиционный портфель тұр дедік. Бүкіл нарықтық экономиканың бүкіл барлық бағытында көптеген бизнес көздері жұмыс істейді деген сөз. Келешекте сол портфеліміздегі бизнес көздері жұмыс істеу арқылы, табыс көзіне әкелу арқылы бізге ертең дивиденд береді. Сондықтан бізде эмиссия дейді, бұл эмиссия шығу көлемін айтады. Бізде 80 миллиард шыққан. Соның 30 миллиарды қазір бізде осы жабық жоба арқылы бізде сатылды. Енді келешектегі біздің мақсатымыз осы үлкен биржаны ашу арқылы біз 10 миллиард криптоны сыртқы айналымға шығарғымыз келіп отыр. Сондықтан біздегі қазіргі кімде-кімнің қолындағы осы крипто үйет балдары ол акция болып есептеледі болашақта. Қазір біз оны криптонит бал деп айтқанмен, ертең біз лицензия алып, рұқсат қағаздарын алып әлемдік биржаға шыққанда ол токенге айналады деген сөз. Токенге айналады деген сөз ол акцияға айналады деген сөз. Екінші біздің токеніміз ол UNTB деп аталады. Utility токен деген бұл біздің технический токен дейді, немесе біздің блокчейннің токені, немесе біздің блокчейннің криптовалютасы деп айтуға болады. Себебі бұл төлем болып отырғаннан кейін бұл криптовалютаға жатады, ақшаға жатады. Бұл бізде 8 миллиард 123 мың 456 мың 789 шығады. Бұның моделін айтады, бұл тапшылық модели дейді. То есть бұл әрқашанда тапшы болады, сұраныста болатын болады. Ол осындай эмиссиясы аз көлемде болғаннан кейін, оның өзі 10 жылға бөлінген, 2030 жылдарға дейін бізде қазіргі таңда әрбір блогымыз жарты сағат сайын туындап отырады. То есть дүниеге келіп отырады. 1 секундта бізде 2 блог дүниеге келеді. Қазір осы біз ертең рұқсат қағазын алып, осы жоба іске қосылған кезде, әрбір жарты сағат сайын туындаған блокта 40 токеннан болады. Сосын біртіндеп 30 токенға түседі. Сөйтіп, әр жыл сайын ол әрбір туындаған блокта азайып отырады. 2010 жылы әрбір туындаған блокта 4 токеннан болады. Сондықтан бұл әдейі тапшылық модели деп айтылады. Себебі бұл саны аз болғаннан кейін ертең сұраныста болады. Сіз ертең осы криптонит балын стейкингке қою арқылы, сіз осы жерден осы UTT токенмен сіз табыс көзін көре аласыз. Сізге осы әрбір туындаған блок сіздің стейкингте тұрған крипто юнит акцияңызға проценттік тұрғыда сізге табыс көзі болып түсіп отырады. Ежесекундына. Сол бір айда қанша жиналады сізге, соны сіз айырбастау арқылы сіз табыс көзіне айналдыра аласыз. Келесі біздегі токеніміз ол стейблкоин деп аталады. Стейблкоин USDU дейді. Бұл ақшаның ретінде. Себебі біздің осы токен стейблкоин $1 тең болады. Ол келешекте бізге табыс көзі болып есептелінеді. Табыс көзі емес, тапқан табысымызды осы стейблкоинмен алатын боламыз. Себебі дивидендтік табыс болсын, профит болсын, лояльный болсын, бәрі осы USDU-мен түсетін болады. Бұның себебі неде? Ертең келешекте біздің айналымда үлкен ақша болады.
Егер біз оны банк жобасымен жүргізетін болсақ, сіздер білесіздер, қандай да бір қомақты сом болса, банктер өте көп тексеріс іздейді. Сол кезде біздің ақшамыз банктер тексерісте жатып қалуы мүмкін. Сол арқылы біздің төлемдерімізде кешігуі мүмкін. Мына стейблкоин деген бұл осы көлемде қанша ақша, мысалға, например, 1 миллиард дейік. Біз 1 миллиард ақшаны, тірілей ақшаны банкке салу арқылы, соны қою арқылы, біз мына USDU мен 1 миллиардты біз тез арада айналымға жібере аламыз, осы блокчейн арқылы. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұнда ешқандай тексерісте, ондай үлкен сумма болғаннан кейін ондайға жатпайды. Біз егер бұны тірі ақшамен ертең аударатын болсақ, ертең қандай да бір көлем ақша бізде карточка арқылы жүретін болса, немесе банк арқылы жүретін болса, үлкен ақшаны ол банктер тексеріске алуға міндетті. Бұл ақша таза жолмен келді ма, болмаса дұрыс емес жолмен келді ма, бизнес бар ғой, қару-жарақ сатылады, немесе наркотик, сол арқылы келген ақша ма, таза емес ақша ма, соны тексерісте болады. Сондықтан осындай бізде кейін осындай қиыншылықтар болмау үшін біз әдейі осы стейблкоинді шығарып отырмыз. Бұл осыны тірі ақшамен қою арқылы сол көлемде біз осы ақшаны өзіміздің жүйеде айналымға сала аламыз. Енді қазір көп жағдайда біз сіздер түсінбеуіңіз де мүмкін, но ертең осы жобада біраз уақыт болғаннан кейін бұның бәрін түсінесіздер. Себебі келешекте биржа ашылып қолыңызға таза тірі ақша түсіп жатса, одан да тез үйреніп алады деп ойлаймын сіздерді. Мына жерде мысалға келтірілген, кімде-кім стейкингке қоятын болса, босаған токендарын қандай утилити токенмен қандай табыс көзін көруге болады деп. Но бұл жерде идеальный жүйе дейді ғой, егерде бізде қанша қазір 800 мыңдай адам бізде активный адам бар екен, осы криптовалют балдарын ұстап отырған. Солар егер бір мезетте стейкингке қоятын болса, сонда қанша табыс көзі шығатынына мына жерде мысал келіп көрсетілген. Бірақ өмірде біз білеміз, бір мезетте бәрі бірдей қоя алмайды. Себебі біздің көп адамдарымыз әлі не болып жатқанын да білмейді. Оларға біз ертең айтып, оларға крипто кошелек ашып, оларды қойғанша, осы жобадағы активный адамдар олар білетті, олар бірінші күннен бастап қойса, кейбір адамдар кеш қойғаннан кейін бұл жерде бұндай идеальный жоба болмайды. Сондықтан мына жерде жай расчет бір мезетте болған жағдайда біз білеміз қандай да бір уақытта қанша утилити шығатын. Сондықтан сол бүкіл осы криптовалют балдарын ұстап отқан адамдарға тең бөлінгенде қанша утилити токеннен табыс көзі келетіндігі жайында мысал келтіріп қойған. Енді тоқталып кететініміз, сентябрь айында бізде қандай жаңалықтар күтіп тұр. Ең бірінші бұл жерде біз осы стейкинг кабинет арқылы криптовалют балдарын қоюдың соңғы айы болып есептелінеді. Сондықтан қазір кімде-кім жаңадан келіп жатыр, босаған токен алатын болсаңыздар, сразу стейкингке қою арқылы әлде де табыс көзін, өзіңіздің криптовалют балын ұлғайтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан мына жерде жазылған, сіз сентябрь айының 15-інде сатып аласыз ба, 29-ында сатып аласыз ба, бәрібір сіз қою арқылы бір айға толықтай қандай да пайызға қойсаңыз, сол пайызда сіз үлкейтіп алуыңызға мүмкіндік береді. Сондықтан барлықтарыңызға айтатыным, осы сентябрь айында мүмкіндіктеріңіз болғанша болса стейкингке қоюларыңыз керек. Немесе біздің әріптестердің осы сентябрь айында босап жатқан токендары бар. Сіздің алғашқы босайтын криптовалют балыңыз сентябрьдің аяғына келетін болса, 20-сынан кейін, тез стейкингке қою арқылы сіз толық айға осы қандай да бір пайыз қойсаңыз, сондай пайызда сіз өзіңіздің толықтай бір айлық табыс көлеміне көбейтіп алуыңызға мүмкіндік береді. Сондықтан осыны тиімді пайдаланыңыздар. Негізі сентябрь айынан кейін бізде кімде-кім 2 жылға қойып қойса да стейкингқа, солар бәрі кабинетке қайтып келеді. Сол қандай мерзімге қойылды, сол мерзімге пайызы бойынша бәріне криптовалют балы қосылады. Октябрьден бастап біз үлкен биржаға қоятын боламыз стейкингқа. Соған қою арқылы біз табыс көзін криптовалютпен алмаймыз, утилити токенмен табыс ретінде аламыз. Жаңа мен
тоқталып кеткен мына дата майнинг жайында тағы да айтып кетемін. Бұл жерде үлкен мына сыйлары тұр. Бірінші 30 сентябрьге дейін мына бағаның төмендетуіне байланысты сіздер сол мүмкіндікті жібермей дата майнингті сатып алуларыңызды сұраймын. Себебі дата майнингтің болашағы да өте үлкен. Бұл қосымша табыс көзі болып есептелінеді. Сондықтан сіз бәрібір де әлеуметтік желіде отырасыз ғой. Сондықтан әлеуметтік желіде бос отырмай, осы құралдар арқылы тиімді пайдалану арқылы сіз әлеуметтік желіде де табыс көзін көре аласыз. Енді мына жерде біздің сентябрь айындағы жоба. Жаңа айтып кеттім мен, бізде крипто кошелек ашылғалы жатты деп. Мына жерде соның инструкциясы ертең келеді кабинетімізге, қалай қолдану керек, қалай ашылу керек екенін. Негізгі біз бәріміз білеміз, крипто кошелектер басқа бір если жүйеде болсаңыз, крипто валюта жобасында болсаңыз, мысалға айтайын, биткоин немесе эфирімде болатын болсаңыз, сізге мана кілт бір-ақ рет беріледі. Егер оны жоғалтып алатын болсаңыз, сізде мүмкіндік болмайды қайттан өзіңіздің мана кабинетіңізге кошелек арқылы кіруге. Себебі сіз қандай да бір көлемде сіздің табыс көзі болса, сіз мәңгілікке жоғалтып аласыз. Біздерде қазір дайындалып отқаннан кейін, біз қарапайым адамдар болғаннан кейін, енді көптеген адамдардың білімдері жеткіліксіз болғаннан кейін бізде компания мүмкіндік береді. Егер де ертең сіздер крипто кошелек ашқан кезде сіз компанияға сенетін болсаңыз, сіз компания арқылы алуыңызға болады. Себебі егер де сіз мана кошелегіңіздің кілтін жоғалтатын болсаңыз, компания қайттан сізге орнына келтіре алады. Сол арқылы сіз қайттан өзіңіздің активіңізге кіре аласыз. Сосын бұл жердегі екінші дайындалып жатқан нәрсе, бұл мана өзіміздің жеке кабинетімізден крипто кошелек кабинетіне мана өту туралы мүмкіндіктер тудырып жатыр. Қалай оңай жеке кабинеттен крипто кошелекке өту туралы. Сол жобада соның механизмдері бізде дайындалып жатыр. Ешқандай қиындық тудырмайтын өте жеңіл механизм болады. Одан кейін бізде келесі бір дайындалып жатқан нәрсе, біздің жаңа мен өзіміздің токендарымызды көрсетіп кеттік қой. Бізде 3 түрлі токен болады. Соның сауда белгісі дейді ғой. Әрбір нәрсенің сауда белгісі бар. Соны заңды түрде біз заңдастырып жатыр. Егер де біз оны заңдастырмасақ, қандай да бір алаяқтар соның біздің сауда белгісін қолдану арқылы алдауы мүмкін. Егер де біз заңды түрде де оны заңдастырсақ, қандай да бір адамдар қолданатын болса, олар заң алдында жауапты болады. Сондықтан біздің бүкіл токендардың қазір сауда белгісі дайындалып жатыр. Соны заңдастырып жатырық біз. Ертең ешкім оны қолдана алмайтындай етіп, өзіміздің атымызға заңдастырамыз. Сол жұмыстар қазір жүріп жатыр. Сондықтан біздегі көрсетілген нелер олар жай көрсетіп отыр. Қазірге дейін құпия ұсталынып отыр, ешкім оны білмесін деп. Ертең заңды түрде ол қорғалғаннан кейін, заң түрде біз ертең үлкен әлемдік биржаға шыққаннан кейін өзіміз толықтай осы сауда белгісін көретін боламыз. Келесі бір бізде дайындалып жатқан нәрсе ол токеномика дейді. Бұл осы жобаның толықтай жобасы, планы. Сосын white paper деген дайындалып жатыр. Бұлар осы интернет жүйесіндегі үлкен материалдар болып есептелінеді. Сосын алдағы уақытта осы сентябрьдің аяғына қарай осы үлкен биржа ашылғаннан кейін бірінші тестирование болады. Бізге қол жетімсіз болғанмен біздің руководителеріміз қолдану арқылы олар бірінші тестирование өткізеді. Үлкен биржаны тексеріп көреді. Содан кейін барып біз үлкен биржаға шығамыз дайын болғанда. Одан кейін тағы көптеген документтер дайындалып жатыр. Себебі ертең біздің биржадан басқада қандай да бір жоба өзінің токенін біздің биржадан шығаруына мүмкіндік алады. Біздің токендардан басқада. Не болмаса біздің өзіміздің жобадағы бизнес көздері, базальт бар бізде. Болмаса дата майнинг деп жатыр. Олар да өздерінің токендарын біздің жоба арқылы шығара алады. Сол шығару арқылы біз өзіміздің блокчейнімізді үлкейтіп дамытып жатырық. Сондай көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Одан кейін келесі бір дайындалып жатқан материал, ол келешекте үлкен сыртқы биржада біздің әріптестерге материалдар дайындап жатыр. Қалай жұмыс істеу керек екен. Бұл үлкен жоба болғаннан кейін бізге ертең осыны көрсету арқылы бізде материалдардың бәрін бізге кабинет арқылы береді. Қалай дұрыс қолдану керек, қалай биржада қалай жұмыс істеу керек. Сондықтан үлкен жоба дайындалып жатыр.
Сондықтан сіздер қорықпаңыздар, ертең қалай шығамыз, қалай болады деп. Біздің жоба әрқашан алдын ала жұмыс істеп отырады. Сондықтан сіздерге бүкіл ол мүмкіндіктердің бәрін көрсететін үлкен жоба болады. Бәрін сіздің қалай істеу керек екенін бәрін көрсететін толықтай мағлұмат келеді. Енді тағы бір тоқталып кететін тағы бір үлкен бір жаңалық, ол мына бізде Гений Финансов деген үлкен бізде жоба бар. Финанс данышпаны дейді. Бұл үстел ойыны болып есептелінеді. Осы ойынды ойнау арқылы біз өзіміздің инвестициялық санамызды көтереміз. Бұл ойын бізге толықтай осы өмірдегі болып жатқан жағдайларда нарықтық экономика қалай жұмыс істейтінін көрсету арқылы біздің ойын арқылы біздің санамызды үлкейтеді. Бізге үлкен мүмкіндік береді. Соны қазір біз арзан түрін шығарып жатырық. Әр адамға қолжетімді қылу үшін. Қазіргі таңда бұның толықтай дизайны бәрі істелінді, қалай болатыны бәрі толықтырылды, типографияға өткізілді. Қазіргі таңда бұл бізге сатылымға шығады. Қандай да бір адам сатып алғысы келсе, осы коробочный версияны сатып ала алады. Арзан түрі шығып жатыр да, бізге қолжетімді қылу үшін. Соның осы сентябрь, октябрь айында типография өтті, ағылшын тілінде болады және орыс тілінде болады, 2000 штуктен, сосын Европа тілдерінде болады 1000 штук, сосын араб елдері, басқа елдерге 500 данадан шығарылады. Келешекте қазіргі таңда қазіргі жағдайға байланысты, егер шекараның жабықтығына байланысты көп уақыт алады. Қазір если қандай да бір мемлекетке біз жіберетін болсақ, қазір кедергі болуы мүмкін. Келешекте біз осы жобаға толықтай лицензия, рұқсат қағазын алғаннан кейін басқа мемлекеттерде осы біздің үстел ойынын шығаратын финанс данышпаны деген басқа мемлекеттерде өндіріс орнын қоя аламыз. Сол жақта шығатын болады. Енді бәріміз білеміз, қазір біз екінші бөлімнің 4-ші этапына өттік, екінші фазаның 4-ші кезеңіне өттік. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз біздің криптовалюта балының құны тағы да өсті деген сөз. Себебі неге өсіп жатыр? Өсіп жатқан себебі біздің артымыздағы үлкен глобальный портфельдегі активтің көздері, актив бизнес көздері өсіп жатыр. Ол өсу арқылы біздің криптовалюта балының өсуіне де әкеледі. Сондықтан сіздер өткен айда $50 200 алатын болсаңыз, қазір 167 аласыз. Өткен айда 250-ге 1330 деймін, или 1250 болды ма? 1250 болды. Алатын болсаңыз, қазір сіз 1000 ғана ала аласыз. 250-ге аз аласыз. Себебі баға өсіп жатыр. $1000 бұрын 6667 алатын болсаңыз, қазір 5000 аласыз. Сондықтан бізде әрбір кезеңге өткен сайын осы криптовалюта балының көлемі, бағасы, құны өсіп отырады. Себебі бізде ай сайын қандай да бір біздің портфельге бизнес көздері қосылып отырады. Мұны қазір айттық қой, Югейн системасы бізге қазір қосылғалы жатыр деп. Ол қосылғанда не болады деген сөз? Біздің портфельдің құны тағы да өседі деген сөз. Ол әкеліп біздің криптовалюта балының өсуіне әкеледі. Енді біраз жаңалықтарды айттым деп ойлаймын. Югейн жобасына көп тоқталған жоқпын. Неге десең, қазір бізде офлайн оқулар жүріп жатыр. Әрбір үлкен қалаларда. Сондықтан қалаларыңызда өтетін болса, алдымызда Чемкент қаласы бар. Сол жерде жақын тұратын қалаларда жақын тұратын болсаңыздар, міндетті түрде қатысуларыңызға болады. Бірақ Югейн системасына кім-кім $1000 көлемінде салым істегендер ғана бара алады, және осы біздің жоба бойынша консультант статусынан бастап қатыса алады. Сондықтан, егер де сіздердің статустарыңыз консультант немесе $1000-ға оқу құралдарын алған болсаңыздар, міндетті түрде қатысыңыздар. Енді келесі сұрақтарыңыз болса, мен жауап берейін. Неге десең, соңғы жаңалықтар өте көп. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, мен жауап беремін. Так, рахмет, Зинат аға. Так, не слышно звук, добавьте дейді. Қатты айтқан сияқтымын. Так, сұрақтарыңыз бар ма екен?
Сұрақтарыңыз болса жауап берем. Сұрақ жоқ қой. Көріп тұрған жоқпын. Жанар, қайырлы күн сізге де. Сұрақ көріп тұрған жоқпын. Сұрақтарыңыз жоқ па? Алтынбек, саған да рахмет. Жанар Тасболата көп нәрсе түсініксіз деп жазыпты. Жанар, әрине алғашқы тыңдағанда көп нәрсе түсініксіз болады. Неге десең, өзі статистика бойынша айтады ғой, қандай да бір жаңалық берілетін болса, оның 10%, если 10% түсінікті болса, 90% түсініксіз болады деп. Сондықтан сіз өзіңіздің шақырған адамыңыздан тағы қосымша ақпарат алуыңызға болады. Болмаса бізде әрдайым осындай оқу құралдары жүріп отырады онлайн. Кешке бір мезгіл орысша, бір мезгіл қазақша жүріп отырады. Соларды әрдайым тыңдап отырсаңыз, сіз ертең көп нәрсе сізге түсінікті болады. Жанар жазыпты. Жақсы, мен телефонымды жазайын онда. Так, 8, 7, 109, 60, 25. Жанар, әрине сұрауға болады. Түсініксіз нәрселер болса сұраңыз, мен телефонымды жазып жатырмын, жазып алыңыз. Егер қандай да бір көмек керек болса, әрине түсіндіреміз. Жанар, әрине сіз пакет алмай босатылған криптонит балдарын сатып алуыңызға болады. Ішкі неден, биржадан. Олай да болады. Сіз болмаса былай істеуіңізге болады. Сізге мынандай мүмкіндік берер едім. Қандай да бір біздегі оқу құралын сіз бөліп төлеуге егер ашсаңыз, 2 айын төлесеңіз, сіз 3 айдан бастап төлейтін боласыз. Сондықтан 2 айын төлеңіз де, келесі 3 айға қалдырыңыз. Сол пакеттің келесі жарысына сіз босатылған токен алсаңыз, сіз ұтып кетесіз. Ертең биржада сол сатып алған криптонитіңізді сіз сату арқылы қандай да бір бөлігін, сіз қалған ашылған пакетіңіздің айырмашылығын жауып тастауыңызға болады. И және қосымша табыс та көруіңізге болады. Сондықтан осындай үлкен мүмкіндіктер бар, соны толықтай пайдалануыңызға болады. Пакетте аша аласыз, және босатылған токен сату арқылы, соны келешекте қандай да бір бөлігін сату арқылы сіз қалған ақшаны жауып тастауыңызға болады. Тағы сұрақ бар ма екен? Енді мына жерде бізде 1 сағат болғаннан кейін қысқаша тоқталып отырық. Бұл жерде толықтай аша алмайсың. Но барымша түсіндірдім деп ойлаймын. Жанар, мен телефонды жібердім ғой, жоғары жағында қараңызшы, мен жазып қойғам. Міне 837-109-6055 менің телефоным. Жазып алыңыз. Түсініксіз сұрақтар болса қойыңызға болады, әрине көмектесеміз. Неге десеңіз, аз уақыт қана қалды қазір биржаның ашылуына. Сондықтан осы сентябрь айын толықтай мүмкіндіктеріңізді пайдаланып қалуларыңыз керек. Ішкі биржа сіздерге үлкен мүмкіндіктер беріп тұр қазір. Арзан бағамен босаған токендарды сатып алсаңыз, келешекте сіз оны сата да аласыз, немесе ертең биржа ашылғанда стейкингке қоя аласыз. Басқа сұрақ көріп тұрған жоқпын. Сұрақ жоқ ау деймін, Жақсы, бәке. Керек болса, жаңа запись салам ғой, записті жіберем ғой. Аха, телефонда жібердім ғой.
биржа ашылганда стейкинг бола ма деп сурап жатырмын жерде. Әрине болады. Жаңа мен айтып кеттім ғой. Қазір сіздер кабинет арқылы стейкингке қою арқылы сіз криптоинт балынғаны алып жатсыз. Биржада сіз криптоинтті стейкингке қою арқылы сіз табыс көзін көресіз. Мана утилити токен дедік қой, біздің блокчейннің мана ақшасы. Сол арқылы сіз ақшалай табыс көзін көресіз. Стейкинг деген ол сіз ертең өзіңіздің токендарыңызды сатпай-ақ тек қана сақтауға қою арқылы сіз табыс көзін көре аласыз. Мына жерде дата майнингті қалай алуға болады деп жазып жатыр. Сізді кім бизнеске шақырды, сол адам арқылы сөйлесіңіз, кабинет арқылы аласыз дата майнингті. Сізге көрсетіп береді. Ана бізде оқу ақпарат құралдарының ішінде қосымша дата майнинг деген қосымша пакет бар. Соны аласыз. Сіз егерде қандай да бір дата майнинг пакетін қазір төменгі бағамен алсаңыз, базовый дейді ғой, $100 тұрады. Кейін басқа семейныйға өтетін болсаңыз, $50 разницасын қосып та өте бересіз. Егер бизнес пакетке өтетін болсаңыз, сол айырмашылығын төлеу арқылы сіз келесі пакеттерге өте аласыз. Сондықтан дата майнингті барлықтарыңызды алып қалыңыздар. Пока сентябрьдің аяғына баға төмендеп тұрғанда алып қалыңыздар. Олар өмірлікке бір-ақ рет аласыз, бір-ақ рет сатып алу арқылы өмір бойы қолдана аласыз. Және семьяңызбен бірге қолдана аласыз. Жақсы, онда барлықтарыңызға сәттілік. Осы сентябрь айында бәріңізге сәттілік тілеймін. Жақсылап жұмыс істеулеріңізге, осы сентябрь айының беріп отқан мүмкіндіктерін толықтай қолдануларыңызға сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше барымша осы өзімнің білетін бәрін толықтай сіздерге бере алдым деп ойлаймын. Егерде көптеген нәрсе түсініксіз болса, сіздер өздеріңізді осы бизнеске шақырған адамдар арқылы, тағы да қосымша ақпараттар алу арқылы осы бизнес жобаны толықтай зерттей аласыздар. Бүгінгі келіп отырған жаңадан келген адамдарға мен тілейтінім, ешқандай ойланбастан осы жобаны қолға алыңыз. Бұл өте үлкен жоба, болашағы өте үлкен. Мен айтам, бұл жобаны, бұндай жобаны әлі әлемдік бізде рынокта бұндай жоба әлі жоқ. Сізге ешкім өзінің бизнесін егерлікке бермейді. Сондықтан сіздер қандай да бір салым істесеңіздер, сіз бірден үлкен бизнес жобасына егер бола аласыз. Бұндай ол үлкен мүмкіндік. Сондықтан жаңадан келген адамдарға тездетіп осы бизнеске қосылып, ішкі биржада осы айдың аяғына дейін мүмкіндіктер бар. Оқу құралдарын алуыңызға болады, болмаса босаған криптоинт балдарын алу арқылы сіз өзіңіздің портфеліңізді үлкейте аласыз. Келешекте табыс көздерін көбейте аласыз. Сондықтан осы біздің жобадағы қандай да бір информациялық жобалар беріліп жатса, осындай оқу құралдары немесе кешке өтетін бізде жоба туралы ақпараттар болады, соны жібермей тыңдап, осы жобаны толықтай игеріп алыңыздар. Бұл жоба өте үлкен жоба. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік, келешекте бай, бақуатты, үлкен жетістіктерге жетіңіздер. Сау болыңыздар.